Қайырлы күн баршаңызға. Сіздермен бірге Гүлхан Мырзатайқызы. Бүгін сіздермен балалар сүйіп жейтін үй жағдайында печенье дайындайтын боламыз. Бұл печенье өте жұмсақ, әрі ерекше болып шығады. Менімен бірге жасап көріңіздер. Таза ыдысымызға 2 жұмыртқаны жарамыз. Оның үстіне 80 немесе 100 грамдай қант саламыз. Егерде өте қатты тәтті болған қаласаңыз, одан да көп салсаңыздар болады. Жұмыртқамызды 2-3 минут араластырамыз қанты ерігенше. Және 80 грамм ерітілген сары май, 1 стакан жылы айран қосамыз. Айранымыз жылы болу керек. Ал енді қамыр дайындайтын боламыз. Ұнымыздың ішіне қопсытқыш саламыз. Ұнды міндетті түрде елгезектен өткізу керек. Ұнды аз-аздап саламыз. Қамырымыз өте жұмсақ болу керек. Егерде көп ұн салып қойсаңыздар, печеньеміз өте қатты болып шығады. Мінекей қамырымыз өте жұмсақ болып шықты. Ал енді осын дөңгелек етіп жаямыз. Бұл печеньені 2 түрлі әдіспен жасайтын боламын. Ең алдымен дөңгелек етіп жайып болған соң, стаканның көмегімен дөңгелек етіп кесіп аламын. Оның үстіне жұмыртқаны жағып, үстіне қантқа батырып пісіретін болам. Ал екінші булочка тәріздес дөңгелек етіп пісіремін. Пеште 180 градуста 20-25 минутта піседі. Әркімнің пеші әртүрлі, сондықтан піскенін қарап отырыңыздар. Сіздермен бірге Гүлхан Мырзатайқызы. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Әр апта сайын жаңа рецепттермен бөлісетін боламын. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі кездескенше.